зияратап, Чопан ата, Бекет атаға барып, шүкір Аллаға. Содан Божыраға барып, енді Махатты үйіне баратырмыз. Қандай настроениемен баратырмыз, күшті, молодцы бәрі. Әнекей, әдемі билеп, автобустың ішінде. Опа! Молодцы! Yaşa! Yaşa! Ал, кеш жарық, қайырлы түн дейміз бе? Бүгін мінекей таңертең Чопан ата, Бекет атаға зияраттап, одан шығып Божыраға барып, енді Махаттың шаңырағына қонаққа келіп жатырмыз. Кештеу келіп жатырмыз, енді бұйырған сәті. Қай жерде екен айтып. Так, Махат Ақшұқырда тұрады. Нағыз теңіздің түбінде, әдемі жерде. Ал Махат, қоныс құтты болсын. Әрқашан осындай жақсы күндерге жайылсын. Қадамымыздарға гүл бітсін. Бүгін жақсы зираттадық. Шаршамастан, шалдықпастан, әдемі болып, Божыраға да барып келдік. Енді Махаттың шаңырағына қонаққа келіп жатырмыз. Астарымыз дәмді болсын. Мінекей бізді Маңғыстауда өткенде де айттық қой, үйдің иелері қош келдіңіздер деп тілегін білдіріп жылы лебізін айтады. Сондықтан үйдің иелеріне мінекей Махат, жолдасы, құрдасымыз Жұмагүл, сіздерге сөз береміз. Қонақтарға қош келдіңіздер айтып, тілектеріңізді айтып жіберіңіздер. Маңғыстауға дұрыстап өзім үйренбей жүрмін. Біздер ең кейінде айтып үйренгенбіз ауылда. Енді әзір бастаймыз, қысқаша болады. Ал қош келдіңіздер. Міне бүгін атаның басына зиярат деп келдіңіз, зираттарыңыз қабыл болсын. Ал қадіріңізге гүл бітсін, келі Маңғыстауға қош келдіңіздер бәріңіз. Міне бәріңіздің үйіңізде амандық болсын, тыныштық болсын. Мына өшірбастан балалардың, қыздардың қызығын көрін. Соның қызықты бірлер біздер естіп отырайық. Қолдан кесіп тойға барайық. Дастарханға сәме ұйықтап тойға жайылсын. Не қызық күндер болса, бәрін сіздерге тілеймін. Достарым, мен қош келдіңдер. Не бүгін зияратқа атаға барып келдіңдер, зияратыңыз қабыл болсын. Не ниет етсеңдер, Алла қабыл етсін. Соны қыдырыспақтарыңдар жақсы өтіп, сол қуаныштарыңыз көп болсын, осындай ұшырасуларыңыз көп болсын. Сол семьяларыңызда бар уақытта қуаныш, бақыт болсын. Сол немере, шөбере, шөк көріп, ешқашан ауырман. Сол бар уақытта күліп, ойнап, осындай болып жүре беріп, ұшырасу көп болсын. Ал мінекей Махаттың шаңырағында осындай әдемі толы дастарханда бас қосып, енді түн болса да бұйырған уақытында келіп ақ дастарханнан дәм татып жатырмыз. Енді бірінші тосты азаматтарымызға береміз. Тілектерін айтып, жылы лебіздерін білдірсін. Екі ақсақалымыз, азаматтарымыз. Ал сөз сіздерге. Ал міне себеппенен Ақтауға келеміз, Ақтауға да келдік. Енді бірінші осы
ziyaret etip maksat edi. O anda jettik. Şu действительно ziyaretleriniz kabul olsun bärinizin. Tilegen suragan tilekleriniz, dualarınız bäri kabul olsun. Mana üyün çağıran kutu olsun. Amin. Şahsı günge toy köp bolsun, bu günde nan köp bolsun dasturxanında. Amin. Осы kesek, şahsı gününe yaman gününde esbek. Senlerden sonra külüp oynap жүргендеріңізге тілектеспіз. Amin. Енді мына жаңа үйіңізге кішкентай шашуымыз бар екен. Курстың атынан. Соның Табыстау olsa детіңіздер. саны Енді бухгалтерия, кассир деген Bu konuda kalsın. Şehre acil çıkarsa bola mı? болады. Келе береміз. Рахмет. Күнде шақырсаң да келе береміз деп жатырмын ғой, теңіздің қасы. Бізде тіпті жатайық деп келдік ал, шынын айтсақ 3-4 күн деп. Коттеджде не бар ыстықта қалады. Жалғастырып жіберіңіздер, азаматтарға бірінші тосы берейік. Алла береке тілегіңізді айтып жіберіңіз, иә. Rahmet, rahmet. Yine uyda bana kanalını oturupuz. Bu canına onu karıdan Sattar. Akşarda 2 yıl birge turganmiz. Böyle biz tojiklar jamiyatiga qo'shib tojik qilganmiz. Uyingga baxt kirib kelsin. Amin. Bola chaqang tinch bo'lsin. Amin. Ola ko'ka aytganday noni ko'p bo'lsin xonadoningda. Hech g'am ko'rmagan. Amin. To'ylar qilgan. Biz SMS'lar jo'natganda SMS'larga javob berib turgan. Bir ara arasida chaqirib turgan. Gece 12'deki. Biz ko'rsatib, bu ama xatga ketdik deyishga povod bo'ladi. Bo'ldi. Mana tinch bo'lgan. Sog' bo'lgan, nima niyat qilgan bo'lsang, mana shu niyatlaringga erishib, 100 ga kirib, 100dan chaqirgan amana. Amin. Сахабат ханым сізге жігітіңнің қасында мақұлдап досына қосыламын деп тілегіңізді айтып жіберсеңіз. O'zi judayam xursandmiz, mana xursandchiligimiz davom etaversin. Kun bo'yi juda chiroyli joylarga bordik. Ssenariy ham, joylar ham chiroyli tanlangan ekan. Xursand bo'ldik. Mahat barmak barmağına Mahat endi u bormasa ham boradigan, o'sha ko'rib bizga shu yerlarni tavsiya qilgan shu bo'lsa kerak. Dronlar yuborgan o'zi bo'lsa kerak. Mayli, mana uy joyingizni ko'rdik. Kattej qidirib nima qilardinglar? O'zi sig'arkanmi bitta gruppa? Оны айтты Mahat. 12 auditoriyadan ham katta-ku bu. Shu yerda yashasa ham bo'lardi bir hafta. Так что билетni сдаем desa. Xazayka ham o'zingizga xiyl ekanlar. Davom ketadigan. Mana baxtli bo'linglar. Shunaqangi uyingizda qo'noq ko'p bo'lsin. Qo'noq kelsa eshikdan, rizq keladi teshikdan degan gaplar bir boqib orasida. Dengiz yoningizda ekan, dengizday bag'ringiz keng bo'lsin. Ichidagiday sizlarni topadigan narsalaringiz ko'p bo'lsin. Hamisha do'stlar o'yingizda bo'lsin. Sog' bo'ling. Kelesi dostumuzda Gulxadisha xonimga Mahat bo'lib ketibdi. Bir avtobus kuni qanday deydi? Bizlarning guruhbadaqa Muhammad Ali dedi. Benim oğlum mahat O'zimizning oldu. tilimizda aytaveramiz. Ali, Jumagul, ta'ziyalaringiz qutlug' bo'lsin. Amin. Shu uyda faqat yaxshi kunlarga dasturxonlaringiz yozilsin. Amin. Endi shu Bosog'a deydi bizlarda turkmenlarda. Bizlarda da Bosog'a. Bosog'angizdan 4 ko'p do'stlarimiz kirsin. Yaxshi niyatli odamlar kelsin, yomon niyatli odamlar kelsin. Shu Jumagul bilan birlikda Allohning bergan yaxshini yashab, o'g'il-qizlaringizdan, cho'luqlaringizning ro'yxatini ko'rib, to'y tomoshalarni yaxshi kunlarni ko'rib. Amin. Muborak bo'lsin. Amin. Amin. Amin.
Али дейміз біз оны. Али дейміз. Жұмакүл мынау шаңырақтарың құтты болсын. Бұны күмбез десек болады. Ішінде толы бала шаға көбейе берсін. Той болсын, шақырсаң келе берейік біз ләжі болса. Жақымның Сахабаның сөзіне ырза болдым. Мынандай теңізге кең не болсын деп отыр ғой, байлық болсын. Ішіндегі де астында түбінде не бір түрлі байлық бар ғой, сондай байлық келсін осы үйге. Бүгінгі күніміз бұл біздің бас қосқанымыздың өзі біз жасарудың мақсатында да, ауырмаудың жасарудың. Мысалға тойға барсаң, отырысқа барсаң билей алмайсың, келдерді, күйеу балаларды, қыздардан ұятты деп. Жек-жақтардан ұятты. Ал бұл жерде аузымыздағында айтамыз, әзіліміз жарасады деп, секіріп билейміз де. Сол үшін біз ұзақ өмір сүреміз деп бәріне сенемін. Бәрі жүзге жетеді. Ауырмайық. Бұл зияратларымыз қабыл болсын. Құдай қаласа осында отырса бас болсын. Ешкім қалмасын. Рахмет. Ал енді Еркінай ханым. Айта береді. Ретте қателесіп кетуіміз мүмкін. Солай емес пе? Иә, солға айтып отқаным. Ал Али, Жұмагүл, мына бүгін шаңырақтарыңызға келіп, жақсы тілек айтып бастап жатырмыз, дәм татып жатырмыз. Ал құтты болсын, құтты мекен болсын. Осы жерде балдардың қызығын қызықтап, балдардың қатары көбейіп, осындай үлкен абыроймен, үлкен ата әже болып отыра беріңіздер. Курстастарын үйіне қонаққа шақырып ұйымдастырып жатыр. Жаңа күтіп алу, бәрін ұйымдастырып жатқанда өзі ғой. Соның ішінде бол дегенде қой, енді соның жерден келген қонақтарға бір дастархан көрсе, қонақ астын бермесек болмас еді. Ұйымдастырған шай. Жұмагүл, мен де ұйымдастырушының қатарында едім, бірақ кірсем ақша жинайды. Ақша болса Бізде екеуміз жұмсап қойды, ол де. Енді бір үлкен істі мойнымызға алып жатырмыз ғой. Соны абыроймен атқарайық. Бүгін қыздарымыз, жігіттерімізбен барып зияраттадық, жақсы жерлерді көрдік, жақсы адамдардың дидарын көрдік, жақсы тілектер айттық бір-бірімізге. Екі үлкен киелі орында зияратта болып, одан кейін Бозжыраны бүкіл әлем мойындап атқан, әлем қызықтап атқан Бозжыраны көрдік оны барып. Бұл жерде тек біздер жаңа барып атымыз деп атымыз ғой, шетелдік Франциядан келген қонақтармен, туристермен де суретке түсіп өзімізше мәз болып. Ал осындай әдемі жерлердің құрметті қонағы бола берейік. Аман болайық, сау болайық. Жақсы күнде кездесейік. Ал енді қыздарға тағы сөз беріп жалғастырып вечерімізді қыздырайық. Билейміз сосын сыртқа шығып. Билейміз. Ал ханым? Иә. Иә. Бірінші қуанышымыз мынау Бекет атаға барып, зираттап келіп отырмыз, зиратымыз қабыл болып, тілеген тілектеріміз қабыл болып, әйтеуір арман бір бала шаға деп солардың тілеуін тілеп барып отырмыз ғой. Кім қандай тілек тілесек, сол тілектеріміз орындалсын. Деніміз сау болсын. Біз самый главный ақшамен де немен де сатып аламаймыз. Денсаулықты. Денсаулық болса, бәр жаққа баруға, барлық нәрсені істеуге мүмкіндігіміз бар. Мынау Алидің үйін көреміз деп кім ойлапты? Жұмакүл, Али, мынау шаңырақтарын Құда қаласа құт береке әкелсін, балдарын өсіп өніп өшеде тамырын тереңнен жая берсін, аманшылық, тыныштық заман болсын, қыздарымды қондырып, не қойған шығарсыңдар, солардың тек қана рахатын көріңдер, тек қана осы үйге жақсылыққа келейік. Аманшылық, тыныштық заман болсын. Әр пәндеге осындай ғимарат жұғысты болсын. Бибайша ханым. Ал Жұмагүл, мынау шаңырақтарың құтты болсын, жастарың ұзақ болсын, әнеукең ұзақ, өте қуанышты, бақытты күндер көп болсын, жүздерінен күлкі кетпесін, шаңырақта тек тойлар, жақсылықтар көп болсын. Немере, шөбере сүйіп жаңағы алақаннан май жылау нәсіп етсін, Құдай қаласа. Бай қуатты болыңдар, балаларың көп болыңдар. Ал қыздар, мынау зияратымыз құтты болсын. Мен деген білмеймін, 15 жасқа жасадым ау деп өзім
рахметімді жаудырып айта алмай жатырмын. Аллахым осындай ынтымағымыз, бірлігіміз жарасып, жолымыз жазылмай, ара сиремей, жылдан жылға өстіп, жылда кездесу Аллахым нәсіп етсін. Qani tabaqa. Hani kırıylaçı. Институтта бір 5-6 жігіттер бірге жүретін. Соның арасында ең кішкентай Алия. Алия мен інімдей көремін. Менің жолдасым Тұрғанбай. Бәрі бірге жүретін еді. Бәріміз бірге оқығанбыз ғой енді. Ал Али Тұрғанбайға біздер баяғыда алып қашып бердік. іші толы бақыт, қуаныш, несібе молынан болсын, мына ғұмырларың ұзағынан болсын, мына бала-шағаларың тек қана жақсылығын, рахатын көре беріңдер. Енді бүгінгі жаңағы барып келген ниетіміз қабыл болсын. Өте әсерлі болды, я. Көп уақытқа ет жағын. Особенно анау каньоны деген. Прямо Марс қана басқа планетада болғандай әсерде болдық та. Құда қаласа басымыз тек қана жақсылықпен қосылып, бәрімізге денсаулық. Иә, денсаулық, денсаулық. Ғимараттарыңыз құтты болсын. Босағасынан бақ кетпесін. Әрбір ата-ана бәрібір тілек тілейді. Сол тілектеріңіз Алланың періштелерінің құлағына шалына берсін. Шақабат жаңа керемет сөз айтты, теңіздің қасында бақыттарында сондай кең теңіз сияқты болсын деп. Не тілесем өзіме, сіздердің де отбасыларыңызға соны тілеймін. Себебі Али мына біздің жастық шақтың сол кездегі бір жора жолдас ағаларымыз сияқты болып қалған, 50 жылға жуықтағанда көрген, бәрібір көзімізге ыстық болып көрініп тұрады. Осыншалықты кездестік қыздар, сол кездесуіміз жалғасын таба берсін. Айтпақшы, зияратымыз қабыл болсын. Бекет атамыз өзі қолдап қуаттап тұрсын. Алла сол тілегіміздің бәріне амин десін. Жаңа айтып жатыр ғой, жалаң аяқ кім барды деп. Я, жалаң аяқ қайтарда қайттық, бірақ аяқ ысымады да, ешқандай тас тілмеді де. Керемет толқуда, әсерде, ананы көргендерде, ана қиын болса да, бірақ мына жерде какой-то жеңілдік болды. Менде и сахар, и давление, и ИБС. Мен таң қалып отырмын, 3-ші этажға шыға алмайтын адам ырсылдап. Қалай шықтым? Мүмкін аталар қолдаған шығар. Бір айдан бері тілейтін едім, жаратқан Аллам маған шама берші деп та. Ауылда да бар, осыға келгендер, соларды көшеде ұстап алам ғой, сен бардың деп естідім ғой, қиын ба деп сұрап қоям олардың барлығына. Бүгін Алланың қолдағанына әсіресе қайта айтам, қыздар бабыдан қараңдаршы, салқын күн жоқ. Құтты болсын, босағаңнан бақ кетпесін еш уақытта. Аңыздар қыздар, ішіп жеп отырыңыздар. Давайте. Тосымызды жалғастырып, Сәуле ханымға береміз.
Біріншіден мынау зияратыңыз бүгінгі қабыл болсын, барлықтарыңыз денсаулықтарыңыз орнында, армандаған арман тілектеріңіз орындала берсін. Мынау денсаулықтарыңыз, арман тілектеріңіз тілеген сол зияратта жаңағы атамыздың басында бәрі орындалып. Бейбіхан. Tanıştırıcı mı o söylüyor? Ой, бұл жаңағы. Бишік қыздың біреуі. Иә, бейші қызымыздың біреуі. Қыздарың жайлы болсын. Sağ olun. Сыртым алға болсын. Кесте тігетін қыздарың көп болсын. Асық ойнайтын ұлдарың көп болсын. Ішінде әрдайым осы отбасыңа тойға келейік. Отбасыларың әрдайым жайлы болып. Жақсы күндері, қуанышты күндері көп болып бізге бөлісіп жүріңіздер. Енді Ақбалаға сөз береміз, тілегіңді айтып өтсеңіз. Ал құрметті курстас достарым, бүгін міне ең басты мақсатымыз осы кездесуде алдыға алғанымыз атаның басына шығу еді ғой, сол арманымыз орындалды. Көптен мысалға мен көп айтып жүрдім да, қашан барады екенмін деп өзі бір сәті түседі деп айтатын. Осы кезге сендермен бірге баруға сәт түсіп тұрған екен да. Сол барғандағы тілеген арман мақсаттарымыз алдыға қойған. Бәрі орындала берсін. Сол Бекет атамыз бізді қолдап қуаттап жүрсін. Әрқашанда отбасыларыңызда амандық болсын, денсаулықтары мықты болып, барлық кезде дастархандарыңыз тек тойға жайыла берсін. Осы кездесуде енді жаңағы бізде көп айтылады, осы батыстағы ең ішінде осы Маңғыстауда, Ақтауда қазақтың салт дәстүрі өте жақсы сақталған деп айтылады. Соның бір жаңа куәсі ретінде міне әрқайсы кеше Динамыз бізге ақ дастархан жайған болса, бүгін соны жалғастырып Махат өзінің отбасына үлкен осындай бізге арнап ақ дастархан жайып қонақ жайлығын көрсетіп күтіп жатыр. Алла разы болсын сендерге. Ойлаған арман мақсаттарыңызға жете беріңдер. Мына қоныстарың құтты болсын. Өздеріңізді бұрын түсінбейтін еді, неге қоныс құтты болсын деп айтады десе, оның мағынасы өте көп екен ғой. Сол жаңағы осы қоныстарыңда қазақтың барлық той осы үйде тойланатын болсын. Ең осы халықтардың ішінде қазақтарда той көп болады екен. Бала туылғаннан бастап, сол ер жетіп, бәрі 45 болсын, 70 болсын, жаңағы пайғамбар жас деп соған дейін, сол осы үйде шаңырағында той бола берсін. Енді Асия, сізге тос. Курстастарым, мына бүгінгі зияраттарың қабыл болсын. Сендерің сау болсын, ынтымақ-бірлігіңіз болып әрдайым бір-бірімізді осылай встреча қылып қуантып жүре берейік. Енді бүгінгі отырысымыздың себепкері мына көріп баласым Али кіршіксіз таза жүрегімен бізді құрметтеп достарым деп қадірлеп шақырып отыр екен. Дастарханды жазып жіберіп мына құрдасымыз екеуі рахмет сендерге. Пейілдеріне берсін Құдай тағала, мына имараттарың құтты болсын. Екеуіңнен көріп тұрмын, бір-біріңе деген махаббаттарың тамаша. Сұлтанға жақсылыққа келейік, осындай тойлар болсын, дендеріңіз сау болсын. Жегендеріңіз қой болсын, долларға толып жүрсін халқым Али. Құдайым айымды не қылып, мәпелеп, қоса қартаймаңдар даже, мықты денсаулық жүзден асып жүріңдер. Рахмет пейіліңе. Қуанып отырмыз, осын жазбасаң да болады мысал үшін. Рахмет жүректеріңді әрдайым қуанып, жүздеріңді күлкі болып, әрдайым ойнап күліп, өмірдің мәнін сәнін келтіріп, ол қыздарға рахатын көріңіздер. Диля ханымға сөз береміз. Құрметті курстас достар, бүгінгі біздің зияратымыз қабыл болсын. Өте бір жоғары жақсы дәрежеде өтіп жатыр. Кешеден бері келгеніміздің шыны керек жақсы ниет жарым ырыс деген рас екен. Басында осылай осы жаққа келсе екен, Бекет атаға барсақ екен деген ниет болды. Шын көңілден тіледік. Бірақ соңғы бір айдың ішінде бара алмай қалатын шығармын дедім мен. Жарты сутка қалған кезде шешім қабылданды. Ол да болса Құдайдың қолдағаны шығар. Жаңа кім айтпақшы, бот айтпақшы, 3-ші этажға зорға көтеріп жүрген адам ана Бекет атаның жаңа несіне түсіп барып, одан жоғары көтерілді. Алла тағала
күш қуат берер екен. Шынында да күш қуат беріп, жаңа жерден аман есен шығып келдік. Одан керемет ана бозжыраны тамашаладым. Шынын айтсам мен көзімнен жас кәдімгідей шықты. Дұрыс. Енді алды. Ниетіміз қабыл болсын бәрімізге. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызда тек қана қуаныш, бақыт, ынтымақ бола берсін. Ой, жаным, рахмет. Ұл қыздарыңыздың, немерелердің рахатын көре беріңіздер. Сол. Али, Қырғызстанда шаңырақтарыңыз құтты болсын. Осындай бір керемет киелі Маңғыстауға көшіп келген екенсіңдер. Әрдайым алға қойған мақсаттарын орындала берсін. Ұл қыздардың, немерелердің бәрінің рахатын бірге көре беріңдер. Bir жаста қартайыңдар. Ақсақалды қария болып, жұртқа ақыл кеңес беріп, асыл әже болып, мынау өсіріп отырған қыздардың, ұлдардың, немерелердің алдында сүйікті әжесі болып жүре беруді Аллам нәсіп етсін. Осылай ынтымақтарыңыз кетпей, bir жаста қартайып, 100-ге жете беріңіздер. Гүлнар ханымға өте күшті бір керемет кездесу болып отыр, бірақ 12'de кейін зорлады екен. Ертеңнен бастап күндіз ұйықтап түнде шығады. Гүлнар ханым давай. Тілектер айтылып жатыр, иә. Сол барлық тілектеріміз орындалсын. Али, Смайгүл, рахмет сендерге. Осындай дастархандардың әрқашан жақсылыққа жайылсын, сенге қуанышқа, келе берейік тойларға келейік, иә. Құдай қаласа. Қыздар барлықтарының ниеттерін қабыл болсын, жәраттарын қабыл болсын. Өстіп қуанышқа бөленіп жүре берейік. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл. Сөзді енді досым Нұргүл ханымға береміз. Нұргүл. Қымбатты достар, осындай дастарханда отырмыз. Нәсіп етіпті бізге зияраттарың қабыл болсын, дендерің сау болып, осылай шапқылап жүре беріңдер ме? Ардақ айтпақшы, 100-ге келіңдер деді ғой. 99'da есін 100 деп көреміз. Қатарымыз азаймасын, көбей берсін, қалғандар қызығып бізге қосыла берсін, қалған достарымыз қосыла берсін, қуанамыз достар. Осылай жүрміз ғой біз, иә, бір-бірімізге как бауыр басып. Жаңабай екеуі кеше 3 сутка кетті ғой. Азанмен тұрып бейбақам тұрды ма деп оңай екен. Обратно пойызға екі месі ма, бір месіге 2 адам алса болды екен. Деніміз сау болсын, өмірасымыз ұзақ болсын. Осылай кездесуіміз жоғалмасын қыздар. Али, Жұмагүл, Али, Жұмагүл, Али айтамын да, сен келгенмен 2 жыл болды, 2-ші жылына мұнда неге Алматы емес, неге Шымкент емес, неге мына жаққа? Қарақандай жақсы жер таңдағасын. Теңіздің қасы жақсы. Ал бені сөйлесті ғой, Ақтауға келді. Организаторға қонақтарды Ақтауды күтетін болдық дедік қой. Мына осында зияратқа барып келді мына қыздар. Осында жақсы тілектер айтылды. Сол тілектер періштенің құлағына шалына берсін, мына жайылған орындала берсін, мына жайылған дастархандарың бұдан да кеңінен жайыла берсін. Үйлерің немереге толсын. Үйлеріңдер тек қана
қуаныш болсын, бақ береке болсын, той болса шақырыңдар. Біз енді біліп алып қалай келіп заранее билет аламыз да келеміз. Алла жазса. Иә, солай барды кел деп барлығымыз жүре берейік қыздар. Барлығымызда той болсын, үйлеріңізде тек қана қуаныш, бақ береке болсын. Көп тілектер айтып жатыр. Барлығына қосыламын. Ура! Әли, Жұмагүл, мына семьяларында қоныстарың жайлы болсын, қуаныш болсын, іші жанға толсын, сырты малға толсын. Не ниеттерің болса, ниеттеріңе жетіп, балалардың өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың бақытын, рахатын, қызығын, жақсылығын екеуі бірге көріңдер. Тек қана үйлеріңде жақсылық, қуаныш болсын. Сол тойдың қуанышын куәгері болайын. Ал Айғаным, тілегіңді айтып жіберсеңіз. Мен қояйын ба? Нүкте қойыңыз. Құрметті курстастар, қандай тамаша күн болды. Шаршағанымызды білмей отырмыз. Бүгін емес, бүгін кеше Бүгін уже 26 болып кеттік па? Кешеден бері жүрміз, ұйықтамастан. Дуаңа қабыл болсын, атадан не тілесеңдер, ата енді Құдайдың құлы ғой ол да. Алладан не тілесеңдер, атаның әруағы қолдап, барлығы орындалсын деп тілеймін. Мен өз басыма не тілесеңдерге де соны тілеймін. Бүгін Әликенің отбасына келіп отырмыз, Жұмагүлмен танысып отырмыз, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Құтты ғана мешіттерің құтты болсын, міне атамекенге көшіп келдіңдер, құтты болсын қоныстарың. Осы киелі Маңғыстауда балаларың өркені жайып, өсіп өліп, деп жақсы, үлкен азамат болып өсе берсін, немерелерің, өздерің балдарыңа да сол жақсы тілектерді тілеймін. Дастархандағы тез жақсылықтарға жайылсын. Осы жерге келген кісілер тек той деп дейсіз. Ал тілектер қалай болсын. Мінекей, бүгін көп жақсы тілектерді айтып жатырмыз. Негізгі мақсатымыз деп айттық қой, неге көбіміз киелі жерге келсек, атаға зиярат жасап, денсаулығымызды ойлап, қанша не болса да өткенде де айтып едік, адамның бүйтеді ғой, пейілің жолдасың болсын, ниетің жолдасың болсын. Ниетті бастаса, Алла соған жеткілік та. Сосын айттық 24-інде Ақтауға шығамыз деп. Содан бері айттық қой, 6 ай, 7 ай, 8 айдан бері билетті ертеден алып, ана күні билет сатпады екен, мына жақтан келсе оңайырақ екен, мынаумен келіп, бәріміз сөйтіп кеттік. Ол ниетімізге байланысты шынымен. Сол ниетімізді бастап, арыға тек ниет қылып, Құдай қаласа деп отырсақ та болмайды. Оған ниетке сенің әрекетің керек. Әрекетіңе қарай берекетің керек. Сондықтан сіздерге айтарым, міне 30-35 адам келеміз дедік та. Бірақ енді келмегендерге де өкпеміз жоқ. Біреудің тойы бар, жақсы хабар. Біреу қызын ұзатамын деп көп неге айтты, сондай той болайын деп жатыр. Или бір жерге кетіп баратырмыз деп. Сондықтан оларға да ешкімге өкпеміз жоқ. Айттық, юбилейный встречаға желательно көп составта келек, ал бірақ жылда келетінге әркім өзінің желаниесі бойынша, возможности бойынша деп. Бірақ возможность бәрімізде бар. Тек бір денсаулықтың арқасы Алланың қалауы болу керек та. Сондықтан мен ниет жеткен жерге аяқ жетіп тұр. Енді бүгінгі күнге келетін болсақ, бүгін баяғыда айтатын еді, бір тілек тілесең, біреуге бір не айтсаң, 30 жылда орындалады деп. Бірақ бізде қазір 30 жылда емес, даже 30 секундта айналып тұр ғой. Орындалды. Енді басқаны анамын айтпайық, бүгінгі дронның не қылуы мен өзім қайта дрон жүр ғой. Бізді күтіп та, біз не жақтан бүйтіп жүр, а дрон бізді күтіп жүр. Ана құрал айтады, әй, Дина, мына жерде дрон бар ғой, мына бала. Между прочим, жаңағы біздің құралайымыз номер 1 неде? Маңғыстау облысы бойынша. Бағана сөздерін көрдіңіздер ғой? Мен депутаттармен, мен министрмен, мен ақындармен мына жерге барғанымда біздің әнші бірдеңе деді. Шетелдіктердің бәрі осы Боржаға келген кезде ана қыз деді, сондай авторитетпен жылады деді Боржаны көріп. Менің Қазақстанымда мынандай жер бар. Мынандай үлкен адамдар келіп, солар неғып тұрғанда мен сондай қуаныштан деді, жылағым еңіреп деді ғой. Сондай жерді біз көріп отырмыз да, мысалы үшін.
айтпаса русскоязычный болады шынымен сондай бізде патриотизм деген бұрыннан келе жатыр ғой енді ана жерде дронның жүруі жаңағы 30 минут 30 секунд дегенде келіп тұр ғой соның өзі де бізге алланың берген сыйы алланың берген бізге жаңағыдай не дейді сюрприз деп айтамыз кереметі құдіреті тосын сыйы енді бір айтатынымыз бүгін мінекей махаттың шаңырағында махат екеуміз планды программаны түсіріп жүрміз да сюрприз болады ортаға жазбаймыз кеше сюрпризіміз көп бірінен кейін бірін деп қоямыз ғой енді шынымен де бір әзірдің изюминкасы болады дейді ғой алдын ала айтып қойсаң қызық болмай қалады или бірдеңе деп сөйтіп сюрпризді көбін не қылдырдық та содан айттық жаңағыдай не қылмайтын қазақ жоқ әйтеуір қуыс үйден құр шықпа деп любой қазақ любой не үйден тамақ ас жеп кет деп айтады деп мінекей шақырып жатыр да қонақ асы ретінде сондықтан бұл дастархан бізге деген сый құрметі еще мынау жаңа мінекей шаңыраққа келіп жатырмыз жаңа айтып жатырмыз ғой тілектердің бәрін тілеп жатырмыз ең бірінші айтатынымыз жаңа бәрі уақытта да айтатынымыз бірінші байлық денсаулық мықты болса мінекей екеуің де неше жылдан бір ұлды ұяға қондырып қызды қияға қондырып ата әже болып отырсыңдар ғой сол бәрі алланың берген денсаулығының арқасында міне бауыр басқаларға да ана суретке қарап отырғанlara да екі адам кофе құйып төсек салып іше бересіздер міне махаттың біздерге подаркасы жұмагүл екеуінің отбасылық әдемі осындай бокал беріп құда қаласа үйге барып осындай шайды ішіп кездесуді еске алып құтты болсын барлықтарыңа тамақ жеген қазақпыз ғой деймін ғой түнгі 4-те 5 тамақ жедік ал ас болсын күшті үлкен асты бәрі дәмді әдемі болсын рахмет алдың ба рахмет Али